Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып 1-ші бөлім 22-ші сабақты өтетін боламыз. Ауданның өлшем бірліктері. Еңбектің адам өміріндегі маңызы. Сен әр түрлі ауданды салыстыруды, шамалар мәнімен берілген амалдарды орындауды үйренесің. Бірінші есепке қарайық. Суреттегі әрбір берілген аумақты толтыру үшін қанша тақтатас керек? Бірінші суретке қарайық. Қанша тақтатас керек екен бірінші тауып аламыз, е? Санайық. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Яғни ұзындығы 4, ені 4. Енді осының ішінде 4-ті 4-ге көбейтсек 16. 16 тақтатас қажет екен. Барлығы осының ішінде төселген тақтатастың санын алып тастаймыз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне 7. 16 азайту 7. Тең 9 екен бізде. Сонда бізде бірінші суретте 7 тақтатас төселді, тағы бізге 9 тақтатас керек. Екінші суретте қарайық. Санаймыз бөліктерді. 1, 2, 3, 4, 5. Ұзындығы 5, ені 1, 2, 3, 4, 5. 5-ті 5-ге көбейтсек 25. Қараймыз, төселген тақтатас бізде нешеу? 1, 2, 3, 4, 5. Яғни барлығы 25 тақтатас керек. Соның 5-еуі бізде төселінген. 25-тен 5-ті азайтсақ 20 тақтатас қажет екен. Жауабы бізде бірінші аумақты толтыру үшін 9 тақтатас қажет. Екінші аумақты толтыру үшін 20 тақтатас қажет. Екінші есеп. Үлкен аудандарды ірірек өлшем бірліктермен өлшейді. А нұсқасына қарайық. Дәптеріне қабырғасы 10 см немесе 1 дециметр болатын шаршысыз. Бұл 1 дециметр квадрат. Осы шаршының ауданын палетканың көмегімен тап. Яғни дәптерге шаршы сызамыз. 10 см болу керек, немесе 1 дециметр. Яғни біз 10 сантиметріміз 1 дециметрге тең. 1 дециметр деп жазамыз, или 10 сантиметр деп жазамыз. Екеуі бірдей. Палеткамен сызатын болсақ, дәптерге 10 клетка қалдырамыз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 клетка, ұзындығы 10 клетка, ені 10 клетка қылып сызамыз. Палетка деп айтады, е? Палетка деп клетканың көмегімен сызамыз. Яғни 10 сантиметр немесе 1 дециметр деп жазып аламыз. Енді осы шаршы дегеніміз 4 қабырғасы да тең, тік төртбұрыш. Енді біз ауданын табу үшін формулаға саламыз, е? S тең А көбейту В. Яғни S тең 10 сантиметр көбейту 10 сантиметр тең 100 сантиметр квадрат. 100 сантиметр квадратымыз тең 1 дециметр квадратқа. Енді А есепке қарайық. А есепте А нұсқасында сәуленің бөлмесінің еденінде қабырғалары 1 метр болатын шаршы тәріздес кілемдер жатыр. Бұл 1 метр квадрат. Кілемге қарайық. Міне кілем берілген 1 метр. 1 метр. Енді формулаға салатын болсақ, S тең А көбейту В. 1-ді 1-ге көбейтсек 1 шығады. Сонда бізде кілем
1 метр квадрат екен. Екінші есептің Б нұсқасына қарайық. Саяжай және бау-бақшалардың ауданын соттықпен өлшейтінін сен білесің бе дейді. Бізде мына жерде жер берілген. Жер немесе саяжай бау-бақшаларды өлшеу үшін біз соттықпен өлшейді екенбіз. Бізде мына жерде берілген жерде болайықшы, көк шөптер өсіп тұр. Осы жерде 10 метр, ұзындығы 10 метр, ені 10 метр, яғни екеуі бірдей. 10-ды 10-ға көбейтсек, бізде 10 көбейту 10 тең 100 метр квадрат шықты. 100 метр квадрат дегеніміз 1 соттыққа тең екен. Міне 1 соттық тең болады 100 метр квадрат. Яғни бізде бұл жерде 1 соттық берілген екен. 1 дециметр квадрат 100 сантиметр квадратқа тең. 1 метр квадрат 100 дециметр квадратқа тең. 100 дециметр квадратымыз 10.000 сантиметр квадратқа тең. Яғни осы өлшем бірліктерді біз есте сақтауымыз керек. Үшінші есеп инженер-конструктор 1 метр квадрат пен 1 дециметр квадраттан кішірейтілген сызбасын салды. 1 дециметр квадратта қанша сантиметр квадрат бар екенін есепте. 1 метр квадратта қанша дециметр квадрат бар екенін есепте. А нұсқасына қарайық. Бізде ауданы 1 дециметр квадрат. Оны біз қалай табамыз? Мына ені 1 дециметр, ұзындығы 1 дециметр. Бұны біз 10 сантиметр, 1 дециметр 10 сантиметрге тең. Яғни біз жазамыз 1 дециметр көбейту 1 дециметр. 1 дециметрді біз 10 сантиметр деп аламыз. 10 сантиметрге тең, яғни 10 сантиметр көбейту 10 сантиметр тең 100 сантиметр квадрат. 1 дециметр квадрат бізде 100 сантиметр квадратқа тең. Енді әй есепке қарайық. Бізде 1 метр квадрат, ені 1 метр, ұзындығы 1 метр. Жазамыз 1 метр көбейту 1 метр, немесе 1 метрде 10 дециметр бар. 10 дециметр көбейту 10 дециметр тең 100 дециметр квадратқа. 1 метр квадрат, яғни тең болады 100 дециметр квадратқа. Есептің шарты бойынша осылай шығарамыз. Келесі бізде 4-ші есеп. Есепте А нұсқасын шығарайық. 5 метр квадрат қосу 45 метр квадрат тең 50 метр квадрат. 35 метр квадрат бөлеміз 7-ге 5 метр квадрат. 35 метр квадрат қосамыз 29 метр квадрат, 69 метр квадрат. Енді Ә нұсқасына қарайық. 9 метр квадрат көбейтеміз 4-ке 36 метр квадрат. 500 метр квадрат азайтамыз 235 метр квадрат тең 265 метр квадрат. 3 дециметр квадрат қосамыз 506 метр квадратты тең болады 509 метр квадрат. 5-ші есеп. Есепті өрнек түрінде жазып, оны шығар. А нұсқасына қарайық. Сатушы 3 сатып алушыға 5 килограммнан, ал 4-шісіне 15 килограмм картоп өлшеді. Сатушы барлығы қанша килограмм картоп өлшеді? Жазып алайық. 3 сатып алушыға 5 килограммнан, 4-шісіне 15 килограммнан. Енді шешуін жазатын болсақ, осы жерде біз барлығын табуымыз керек. Шешуін жазатын болсақ, 3 сатып алушыға 5 килограммнан, яғни
3-ті 5-ке көбейтеміз, сосын 15-ті қосамыз. 3 жердегі 5-ім 15, қосу 15 тең 30. Жауабы сатушы барлығы 30 килограмм картоп өлшеді. Келесі 5-ші есепті өрнек түрінде жазып, оны шығар. Яғни ә есебіне қараймыз. Картопта 25 килограмм кәмпит бар. Қорапта 25 килограмм кәмпит бар. Кәмпит 5 қағаз қапшықтың әр қайсысына 2 килограммнан салынды. Картопта қанша килограмм кәмпит қалды? Берілген жазып аламыз. Кәмпит бізде 25 килограмм. Салынды 5 қапшыққа 2 килограммнан. Қалды бізде қанша қалды, соны табуымыз керек. Шешуі 25. Бізде барлығы 25. Азайтамыз енді 5 қапшықта әр қайсында 2 килограммнан. Яғни 5-ті 2-ке көбейтеміз. 25, 5-ті 2-ке көбейтсек 10, 25-тен 10-ды азайтсақ 15. Жауабы бізде қорапта 15 килограмм кәмпит қалды. Келесі 5-ші есеп Б нұсқасына қарайық. Мектеп асханасында 4 үстелдің әр қайсына 8 орындықтан және 1 үстелге 12 орындық қойылған. Асханада бір уақытта барлығы неше бала тамақтана алады? Б есебі берілген жазайық. 4 үстелге 8 орындықтан, әр қайсына 8 орындықтан, 1 үстелге 12 орындықтан. Сонда бізде барлығы асханада бір уақытта қанша бала тамақтан алады? Шешуі дейміз. 4 көбейту 8, қосамыз 1 көбейту 12. 4-ті 8-ге көбейтсек 32, қосамыз 12-ні, сонда 44 шығады. Жауабы асханада бір уақытта 44 бала тамақтана алады. Енді осы жерде біз 4-ті, 8-ді, 1-ді, 12-ні сандар орнын өзгертіп, қайта есеп шығарайық. Есептегі мәліметтерді басқа сандармен алмастыр, қайтадан шығар. 2 үстелге 6 орындықтан, 3 үстелге 5 орындықтан. Енді біз барлығын табуымыз керек. Асханада барлығы бір уақытта қанша бала тамақтан алатын табуымыз керек. Сонда 2-ні көбейтеміз 6-ға, 3-ті көбейтеміз 5-ке, 2-ні 6-ға көбейтсек 12, 3-ті 5-ке көбейтсек 15. 12 қосу 15 тең 25. Жауабы асханада бір уақытта барлығы 27 бала тамақтана алады. 6-шы есеп тиімді тәсілмен есепте. 23 қосу 89 қосу 77. Яғни біз тиімді тәсілмен есептеу үшін бұл жерде 23 пен 77-ні қоссақ, яғни 3 пен 7-ні қоссақ, соңғы саны 10-ға айланады. Сонда біз жақшаның ішіне аламыз 23, 77. 23-ге 77-ні қоссақ 100, қосамыз 89-ды, 189. 44 қосу 78 қосу 56. Жақшаның ішіне 44 мен 56-ны қосып аламыз. 100 болады. 78 қоссақ 178. 223 қосу 389 қосу 277. Жақшаның ішіне 223 пен 277-ні қосып аламыз. 500 шықты. 389-ды қоссақ 889. Келесі 144 қосу 578 қосу 256. Жақшаның ішіне біз тиімді тәсілмен 144 қосу 256 жақшаның ішіне қосып аламыз. 400 шықты. 578-ді қоссақ 978 болады. 123 қосу 289 қосу 177. Жақшаның ішіне тиімді тәсілмен 123 қосу
177 деп жазамыз. 300 болады. Қосамыз 289-ды. 589. 544 қосу 278 қосу 156. Тиімді тәсілмен шығару үшін 544 қосу 156 жақшаның ішіне қосамыз. 700 шығады. Қосамыз 278-ді. 978 шықты. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.